Мемлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев 2020 жылғы жолдауында аңсаған сәби бағдарламасын жариялап, экстракорпоралдық ұрықтандыруға квота санын 7 есеге көбейтіп, 7 мыңға жеткізуді тапсырған. Бүгінде еліміздің 9 өңірінде 19 медициналық ұйым экстракорпоралдық ұрықтандыру қызметін ұсынады. Армысыздар, назарларыңызда аңсаған сәби бағдарламасы. Бүгін біз жасанды ұрықтандырудың әр кезеңіне, әр этабына және қалай пациент дайындалу керек осыған толығырақ тоқталып өтеміз. Соған орай бүгін біздің бағдарламада қонақта репродуктивті медицина институтының маманы Ақерке Бақтиярқызымен және эмбриолог маман Сәуірбек Тұрғанбайұлы келіп отыр. Қош келдіңіздер. Біздің клиниканың есігінен шықтың ба, бітті. Эко жасағаныңды ұмыт. Ол анда-санда кездесетін жағдай емес. Бұл жиі кездеседі, жиі істейміз бұндай нәрсені. Бұндай стресс алған әйелдерде салып берген баланың өзі болмай қалуы мүмкін. Ер адамның шәуіті, әйел адамның ұрығы да негізі бірден көрінеді, сапасы. Ақерке ханым, өзіңізден бастайын бүгінгі бағдарламаның тақырыбын, сұрағын, бірінші сұрақты сізге. Жалпы, бізді көріп отырған көпшілік қауымға түсіндіріп өтіңізші, жасанды ұрықтандыру деген не ол? Ол қалай жасалады? Оған пациент бірінші не істеу керек? Қайда бару керек? Неден бастау керек? Қысқаша түсіндіріп өтсеңіз. Енді бұл сұраққа жауап беру үшін бірінші бедеулік дегеніміз не? Бедеулік диагнозы қандай уақытта қойылады? Соған тоқтап кетейін. Бедеуліктің өзі біріншілік немесе екіншілік болып бөлінеді. Бірінші бедеулік дегеніміз ол мүлде көтермеген қыз-келіншектер, ал екінші бедеулік дегеніміз ол бір рет көтеріп, босанған немесе түсік жасаған келіншектерге бедеулік екінші деп қойыламыз. Бедеулік диагнозы қай уақытта қойылады? Егерде ерлі зайыптылар бір жылдың ішінде тұрақты жыныстық қатынаста болып, сол бір жылдың ішінде егерде жүктілік болмаса, егер көтермесе, сондай кез, сол уақытта бедеулік диагнозы қойылады. Алдымен осындай проблемасы бар ерлі зайыптылар, дәрігер, репродуктолог деген мамандық бар, сол маманға келіп көріну керек. Яғни арнайы мамандырылған орталықтарға келіп қаралған дұрыс. Әйелдерде көтермейтін себеп көп. Ең жиі көтермейтін себеп әйел жақтан, ол жатырдың түтігі бітірсе көтере алмайды. Екінші көтермейтін себеп гормондарда проблема болса, үшінші көтермейтін себеп жатыр, төртінші көтермейтін себеп генетика. Еркекте көтермейтін себеп тек қана екі себеп болады. Бірінші ол спермограмманың нәтижесі төмен болса, екінші себеп генетический себеп. Егерде ер кісілердің шәуетінің результаттары, анализінің результаттары нашар, көрсеткіштері төмен болған кезде, сондай кездерде эко бағдарламасы ұсынылады, жасалынады. Қазіргі таңда эко бағдарламасы мемлекет тарапынан квотамен жасалынады, немесе егерде квотаға өтпейтін жағдай болып жатса, ақылы түрде жасалынып жатады. Денсаулық сақтау министрлігінің өзінің осы эко программасын жасау үшін пациенттерге арналған анализ тізімі бар, я. Сол тізім бойынша пациенттер толық өтеді, жолдас өтеді, өзі өтеді. Егер ешқандай қарсы көрсеткіш болмаса, әрі қарай программаға кіреді, я. Көбінесе көп пациенттер сұрап жатады, қанша уақыт дайындық керек дейді. Бір ай ма, 2 ай ма, 3 ай ма. Әр пациент әртүрлі, денсаулықтары әртүрлі. Біреуге 1 ай жеткілікті болады, біреуге жарты жыл керек болады, біреуге 1 жылдай дайындық келіп жатады. Біреуге жарты ай жетеді, біреуге 2-3 күннің өзінде анализ тапсырып, результатты 1 аптаның ішінде көріп, егер результаттары дұрыс болып шығып жатса, эко бағдарламасын бастай беруге болады. Меня зовут Алина, мне 34 года. Я вышла замуж в 2015 году. Мы уже 8 лет вместе с мужем. Но у нас никак не получается завести детей. Сколько мы бы не проходили бы лечение, сколько меня не осматривали бы врачи, но вообще никаких шансов нет у меня забеременеть естественным путем. Хотелось бы хорошего специалиста найти,
хотим попробовать через квоту, если получится. Если нет, то уже даже готовы пройти все это платно. Но самое главное, чтобы у нас родился здоровый ребенок. Я хотела бы узнать, через какие этапы буду проходить, какое лечение буду проходить и сколько времени это займет. Ал солай өттік дейік, эко программасын бастадық. Пациент сіздің алыңызға келді, барлық анализі бар, бәрі дұрыс, әр қарайғы этап қандай? Әр қарайғы негізі эко бағдарламасы 5 этаптан тұрады. Бірінші этап бұл бағдарламаны бастар алдында гормоналды зерттеулерден тексерістен өткен келіншекке қай бағдарламамен содан кейін қандай дәрі-дәрмекпен бастаймыз, етеккірдің қай күнінен бастаймыз, соның бәрін анықтап алып, бірінші этапымыз бұл аналық бездің жұмысын ынталандырып, аналық ұрықтарды өсіру үшін гормональды дәрілер қолданылады. Стимуляция дейді. Бір 10-12 күн қолданылатын дәрілер. Сол уақытта дәрігер, репродуктолог 2-3 рет УЗИ-мен қарап, қанша фолликул қалай өсіп келе жатыр, қай уақытта ол дайын болады, сол күндерін белгілеп қарап отырады. Ол 10-12 күн. Бұл бірінші кезең. Аналық ұрықтың өсуін, дамуын қарап отырады, иә? Осыны бірінші кезең деп айтады. Екінші кезең осы аналық ұрықты пісіріп толық размері бәрі фолликулдары алуға жарайтын кезде екінші этап бұл трансвагинальды вагинальды УЗИ датчик арқылы пункция деп аталады. Аналық ұрықтарды әйелден тесіп сорып аламыз. Содан кейін осы алынған сұйықтықты, аналық фолликулдан алынған сары сұйықтықты біз мына эмбриолог мамандарына береміз. Ары қарай эмбриолог мамандар өздері аналық ұрықты бөліп алып жатады, өздері қарайды. Яғни сіздердің репродуктологтарын жасайтын анализ жинау, стимуляция жасау, кейіннен аналық ұрықты алу үшін вагинальдық пункция жасаймыз, иә? Одан кейін сіз алған ұрықтарды эмбриолог маманға өткізесіздер. Ары қарай сіздер не істейсіздер? Әйел адамның ұрығын алғаннан кейін ол ұрықты тазалаймыз. Сосын ер адамның жұбайының шәуетін күтеміз. Шәуетін тапсырып болғаннан кейін оны алып, әдістер болады. Өзінің EXI, ЭКО, EMC деген оны дәрігердің тапсырысымен сол кісінің денсаулығына қарап, сол дәрігердің тапсырысымен айтады, мынандай әдіспен жасау керек деп ұрықтандырамыз. EXI десе, EXI, EMC десе, EMC, ЭКО десе, ЭКО. Ұрықтандырып болғаннан кейін ол уже эмбрион болады. Келесі күні, иә? Келесі күні эмбрион болады. Сосын 5 күн бойы бақылаймыз ол эмбрионды. 5 күн бойы инкубаторда жатады. 5 күн бойы инкубаторда жатады. 5 күн бойы бақылаймыз ол эмбрионды. 5 күннен кейін жаңағы эмбрионның сапасын айтамыз. Болады ма, болмайды ма? Әр эмбрион бола кетеді деп айта алмаймын. Біреу жақсы сапада болуы мүмкін, біреу жаман сапада болуы мүмкін. Соның барлығын қарап, бақылап, тексеріп, ең жақсы сапасын немесе сол күні 5-ші күні салып береміз жаңа әйел адамның жатырына, болмаса қатырып сақтап қоямыз. Біз қазір эмбриология лабораториясындамыз. Бізде мұнда жасушаларды эко бағдарламасына дайындау жүргізіліп жатыр. Бұл жерде бізде эмбриондарды қатырып ерту болады. Көріп тұрғандарыңыздай бірнеше инкубаторлар, ламинарлы стөлдер бар. Бұл жерде барлық бізде құжаттарымыз сақталады. Эмбриондардың қай күні екенін бақылап, қандай деңгейде өсіп жатқанын көре аламыз. Инкубаторда адам ағзасына қолайлы температурада болады. Содан кейін 4-ші этаптан кейін 5-ші күнге жеткен эмбриондар, мысалы барлық эмбриондар, жаңа эмбриолог маман айтып жатыр ғой, 5 күнге дейін жетпеуі мүмкін. 10 аналық ұрық алса, 10 аналық ұрықтың 5-еуі 5 күнге жетсе, бұл жақсы нәтиже деп есептелінеді. 5-ші күні, бұл 5-ші күндік эмбриондарды салу, бұл 5-ші этап эмбриондарды жатырға енгізу этапы деп аталынады. Бұл әйелдің өзі
эмбриондарды салып жатқан кезде ультрадыбыстық зерттеу әдісімен бірге жасалынады. Әйел де бізбен бірге эмбриондарды біз қалай саламыз, соны бақылап, бізбен бірге көріп, эмбриондарын жатырға салып береміз. Негізі бұл көп пациенттер эко бағдарламасы жасалған кезде ауыра ма, ауырмай ма деген сұрақ қойып жатады. Пункция негізі наркозбен жасалынады, ал жатырда эмбриондарға салып беру әдісі наркозсыз, ешқандай жаңағы ауру сезімсіз жасалынатын әдіс. Осы 5 этаптар эко бағдарламасында салып бергеннен кейін эмбрионды 2 аптадан кейін қан арқылы немесе тест арқылы көруге болады, жүктілік бар ма, жоқ па. Сол 2 аптада міндетті түрде гормональды дәрілер тағайындалады, жүктіліктің ары қарай болып қабылдап алып кетуіне тағайындаулар болады. Егер де біздің результатымыз оң шығып жатса, ары қарай осы дәрі-дәрмектер дәрігердің қадағалауымен ары қарай жалғаса береді. Пациенттер айтып жатады ғой, 2 апта бойы орнынан тұрмау керек, қозғалмай жату керек деп бір пациенттер айтады. Бір пациент айтады, жоқ, мен сыра салғанмен келесі күн жұмысқа шығып кеттім дейді. Кейбіреулер жоқ, мен үйдің тірлігіне істеп кеттім. Кейбіреу басқа қалаға ұшып кеттім дейді. Кейбіреу қозғалмай 2 апта жатады. Бұл қаншалықты рас, бұл қаншалықты миф? Әлде шынымен солай 2 апта қозғалмай жату керек па? Қозғалмай жату деген дұрыс емес. Өйткені ол енді ауру адам емес, ол әйел. Эмбрион салынып бергеннен кейін көбінесе дәрігерлердің айтатыны, өз-өзіңізді күтіңіз, таңертең кешке шейін аяқты көтеріп жатудың қажеті жоқ. Болатын бала олсыз да болады. Кәдімгі өмірін сүріп жүре береді, бірақ кейбір шектеулер болады. Мысалы, ауыр нәрсе көтерме, ыстық су қабылдама, моншаға барма, сонымен қатар жуынуға болады, душқа түсуге болады. Жыныстық қатынаспен сол 2 апта болмайды деп айтамыз. Көбінесе сол, ал енді таңертеңнен кешке шейін жату деген ол дұрыс емес. Өмір бақи қозғалып жүрген әйел переностан кейін жатып қалса, организмде біртүрлі болып қалады ғой, мынау неғып жатыр деп. Сондықтан оны жатудың қажеті жоқ. Енді әйел өзі шаршап жүрсе, бұл бір жағынан сылтау да болады ғой, жатып демалып алайыншы деп. Көбінесе сол сылтау шығар. Тамақ істеуге бола ма, газдың жанында тұруға бола ма деген сұрақтар болады. Жоқ, тамақ істеуге болады. Енді көп шуылдап жүріп қонақ күтудің қажеті жоқ. Қонаққа барып, өзіңнің сол отбасыңа арналған тамағыңды жасап, газдың астында шайыңды қойып жүре берсең болады. Мен айтатын едім, бұл жерде стресс алмау керек деп. Негізі кейбіреу салдырып кеткеннен кейін көп жағдайлар естіп жатамыз. Артынан енді пациенттер күнде келіп жүрген пациентпен өз подружкаң, жақын адамың сияқты да болып кететін пациенттер бар ғой, келіп сырларын айтып кетеді. Подсадкадан кейін кейде енемен ренжісіп қалдым, күйеуіммен ренжісіп қалдым деген заттар көп болады да, сондай әңгімелер көбейіп кетеді. Енді сол болмау керек деп ойлаймын. Негізі ең бірінші сол, болмау керек. Дұрыс айтасыз, ең бірінші сол психологиялық тұрғыдан эко жасаған келіншекке жан-жақты көмек керек. Жолдасы жағынан жан-жақты қолдау керек. Себебі соған көп нәрсе байланысты. Келіншектер көтермей қалса, мен неге көтермей қалдым деп жыламайды. Олар неге жылап отырсын десем, күйеуіме не бетімді айтам, енеме не бетімді айтам. Если осы жол болмаса, маған енем басқа әйел алып берем деп айтты. Балама, не болмаса күйеуім ажырасамыз деп аттыр. Мынау ақырғы шанс, если сол сөздің өзі-ақ түсінікті, ары қарай ол әйелде жүктілік болмайтыны рас қой. Ол анда-санда кездесетін жағдай емес, бұл жиі кездеседі, жиі естейміз бұндай нәрсені. Бұндай стресс алған әйелдерде салып берген баланың өзі болмай қалуы мүмкін. Эмбрионның өзі болмай баланы ойламайды, ол ертең күн ойлап отыр. Мені ажырасып кетем ба, үйден шығарып жүрем ма, басқа әйел алама, не бетімді айтам деп сөйтіп жылайды да олар. Клиникадан шыққан пациентке, жаңағы эко жасап, эмбрион салдырып алған пациентке мен бүйтіп айтам. Біздің клиниканың есігінен шықтың ба, бітті. Эко жасағаныңды ұмыт. Бүгін эмбрион салынды деген маңызды жаңағы күніңді ұмытасың. 2 аптадай тек жақсы позитивті ойла, жақсы нәрселерді ойла, жақсы нәрселермен өмір сүр. Соны жолдасында бөлек шақырып, жолдасымен де бөлек сөйлесем. Сондықтан жан-жақты врачтың, дәрігердің бұл демеуі бір бөлек.
біздің демеу біздің алдымызда бір 10 минут отырып кеткенмен бітеді. Ал семьядағы жолдасының, әсіресе ата-енесінің демеуі бұл үлкен көмек пациентке, шынын айтқанда. Егер олардан үлкен жақсы бір демеу болып тұрса, пациент сондай депрессияға кіріп жыламайды. Негізі эко әдісі бір айда бітетін әдіс. Қанша уақыт кетеді деп сұрап жатады. 3 аптаның ішінде эко бағдарламасын жасап бітіруге болады. 35 жасқа дейінгі әйелден алынған аналық жасушадан пайда болатын эмбрионның дені сау ұрпақ беру мүмкіндігі 59%-ді құрайды. 35-40 жас аралығындағы әйелдерде 41% болса, 40-тан асқан келіншектерде бұл мүмкіндік 20%-ға төмендейді. Әлемдік статистика бойынша эмбрионға генетикалық сараптама жүргізіп, ең сапалысын анықтап алып, жатырға қондыру жүктіліктің пайда болуын 2 есе арттыра түседі. Жалпы қазір 28 жыл болды ғой осы эконың Қазақстанына келгеніне. 28 жылдың ішінде көптеген жетістіктерге жетіп жатырық десек артық айтпаймыз, иә. Соңғы қандай жетістіктер бар тағы неге қол жеткізуге болады? Жақсарту үшін, осы мүмкіндігін арттыру үшін 100% кепілдік бере алатындай эмбриология жағынан қандай жаңалықтар, жетістіктер болып жатыр? 100% кепілдікке әлі жетпедік, бірақ әлі де заманауи технологияларды қолданып, искусственный интеллект дейді ғой, соған ұмтылып жатырық. Әлі де ол күшіне енген жоқ, бірақ болашақта сондайға үміт тартып отырмыз. Былайынша қазір осы бізде инкубаторлар бар, заманауи камерамен кәдімгі қарап отырамыз эмбрионның әр бірінші күнде даму сапасын, дамуының барлығын қарап бақылап отыратын инкубаторлар шығып жатыр. Бізде уже бар деп айтуға болады. CGH, FISH, PGD деген бар. Эмбрион кезінде сол эмбрионның жынысын айталады, жалпы қандай аурулары болады, болмайды, соны бірден білуге болады. Хромосомалық ауытқу эмбрионда бар ма, жоқ па, сол жағынан таясыз. Соның барлығын сол CGH, FISH арқылы тексеріп көре аласыздар. Енді тағы да бір сұрақ сізге. Біз енді пункция жасаймыз ғой. Сіздерге әйелдің аналық ұрығын өткізіп береміз, иә. Сол кезде сіздер алған бетте көре аласыздар ма? Ана алған ұрықтың сапасын, әйелдікін ғана, эмбрионды емес, ұрықтардың сапасын. Кейде эмбриологтар айтып жатады, енді, алған бетте айтады, что-то ұрықтарының яйцеклеткаларын онша емес екен, түрі онша емес екен, деп сондай нәрселер айтып жатады. Бізге енді сол жағын біраз толығырақ айтып өтсеңіз, қаншалықты сапасын көре аласыздар? Иә, былайынша негізі әр адамның ұрығы әртүрлі болады деп айта аламын. Бірден қарағанда кейбірлердің сапасы жақсы болуы мүмкін, кейбірлердің жаман болуы мүмкін. Алған бетте әйелдің, иә, әйелдің ұрығын айтып отырмын. Бірақ на практике былай ұрықтандырған кезде бір көзден көрінген жаман сапалы ұрықтарымыз жақсы эмбрион болып шығады. Кеуінікмен қосқанда дейсіз ғой? Кеуінікмен қосқанда ұрықтандырғаннан кейін жақсы болады, кейбірінікі жаман болады, оны бірден айта алмаймыз. Оны тек микроскоптан қарап, бақылап, ұрықтандырар алдында тазалап, жаңағы дайындаймыз ғой ұрықтандыруға. Сол кезде сапасын көре аламыз, айта аламыз. Бұл да жақсы, себебі кейде айтып атамыз ғой, себебі жоқ бедеулік деп. Сол кезде, осы кезде жаңағы келіншектің ұрығының сапасы нашар болып шығуы мүмкін. Әрине, ол былай уақытта білмей, тек экода ғана, алған кезде ғана көріп айта аламыз. Сонда кейде айтамыз, сіздің ұрығыңыздың сапасы негізі нашар екен, сіздің осыншама жыл көтермей жүргеніңіздің бірден бір себебі осы шығар деп енді айта аламыз. Және сіздер ер адамның да ұрығының сапасын әйелдікіне ұрықтандыру кезінде көріп айта аласыздар, иә? Қаншалықты ол жаңа активны, қаншалықты морфология жағынан түрі қандай екен? Ер адамның шәуіті, әйел адамның ұрығы да негізі бірден көрінеді сапасы. Соған байланысты жаңағы эмбрионның сапасы да соған байланысты болып шығады. Әрине.
Сіздерге көптен көп рахмет. Бүгін осы біздің бағдарламамызға келіп, пайдалы кеңестеріңізбен бөліскендеріңізге. Жалпы біз енді болашақта эмбриологияға арнайы тақырып арнаймыз деп отырмыз. Себебі бұл тақырып үлкен тақырып, оны бір-екі ауыз сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Болашақта тағы да сізбен кездесеміз, жүздесеміз. Ал бүгінше сіздерге көп рахмет. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Рахмет. Көп рахмет келгендеріңізге. Ал құрметті көрермендер, біз бүгінгі бағдарламада осы эко программасын жоспарлап жүрген қыз-келіншектерге бірталай мәлімет, пайдалы кеңестер бердік деп ойлаймыз. Әр үйден сәбидің күлкісі кетпесін. Келесіде жүздескенше сау саламатта болыңыздар.